26 қыркүйек пен 7 қазан аралығында Алматы облысында орын тепкен жағалау полигонында өтетін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бітімгерлік күштерінің мызғымас бауырластық 2024 командалық штабтық оқу жаттығуына дайындық қыза түсті. Мызғымас бауырластық 2024 ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының ұжымдық бітімгерлік күштерінің бірлескен командалық оқу жаттығуын қамтамасыз ету мақсатында 100-ден аса әскери қалашық және әскери техникалық паркі құрылды. Біз қазақстандық қана емес, оқу жаттығу қатысушы мемлекеттердің ұлттық континенттерін барлық қажеттіліктермен қамтамасыз ете аламыз. Қазіргі уақытта жеке құрам оқу жаттығуды бастауға дайын. Полигон аумағында орналасқан лагерде оқу жаттығу кезінде әскери қызметшілердің денсаулық жағдайын бақылап, оқыс оқиғалардың алдын алу, алғашқы медициналық көмек көрсету мақсатында медициналық пункт жұмыс істеп тұр. Здесь оказывается первая медицинская помощь, таких как простудным заболеваниям. Здесь идет у нас сортировка больных. Больных мы перенаправляем уже к специализированным, квалифицированным врачам, таких как военно-клинические госпитали. Бұдан бөлек әскери медицина қызметкерлері оқу жаттығу барысында ұрыс жағдайында қалай әрекет ету керектігі жайында және жарақаттанған адамды қауіпсіз аймаққа алып шығу бойынша үлгілер көрсететін болады. Мұнда әскери қызметшілер міндетті қызметтен қолы қалт еткен тұста тыныштықта тынығып, рухани азық алып, сергек сана, көтеріңкі көңіл күйді жүру үшін психологиялық көмек көрсету пунктіне бас сұғалады. Мы разработали по 3 типам личности. Это визуал, аудиал и кинестетик. Да? И каждый из типов он может просто найти что-то свое. Да? Кто-то может почитать книжки, кто-то может просто полежать, включая массажеры, расслабить свою мышечную систему, так как мышцы тоже отвечают за нервную систему человека. Кто-то может прийти порисовать. Бізге осы психологиялық пунктіне келіп демалған ұнайды. Өзімізді осына үйімізде жүргенде сезінеміз. Айта кетейік, 10 күнге созылатын оқу жаттығу жиынында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы құрамындағы 5 елдің бітімгерлік күштерінің басы қосылмақ.